Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен 2 сыныптың қазақ тілі пәнінің 114 сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы етістікті қайталау. Балалар, сабақты бастамастан бұрын алдымен каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Менің каналымнан 2, 3, 4 сыныптың математика және қазақ тілі пәндерінің үй тапсырмаларын көріп, бірге орындасаңыздар болады. Енді балалар, сабақты бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістікті қайталау. Яғни 42-ші жаттығуға қарайық балалар. Мәтіннің қатесін түзеп, көшіріп жаз дейді. Бізге мәтін берілген. Алдымен мәтінді оқып көрейік. Адамдар ғарышқа ұшуды армандайтын. Бұл арман орындалды. Ғарышқа алғаш рет Юрий Гагарин ұшты. Осы мәтіннен дара етістіктердің астын сыз дейді. Енді түзеп жазатын болсақ, балалар, қараңыздар. Бұл жерде бізге қате берілген сөз ол ұшуды деп жазылған, яғни адамдар ғарышқа ұшуды армандайтын болады. Демек, біз бірінші ұшуды дегендегі, яғни удың орнына ұны қоямыз, Бұл арман орындалды. Бұл жерде мәтін дұрыс. Енді келесі үшінші сөйлемге қарайық. Ғарышқа алғаш рет Юрий Гагарин ұшты дейді. Бұл жерде Юрий Гагарин екеуі де кішкентай әріппен жазылған. Біз адамдардың аттарын, жер су аттарын бас әріппен жазамыз, жалқы есімдерді. Осылай мәтінді түзеп қойсақ болады. Енді дара етістіктердің астын сыз дейді. Бұл жердегі дара етістік бұл жерде орындалды және ұшты болады. Келесі бізде 43-ші жаттығу. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, тұңғыш қазақ ғарышкері тақырыбында әңгіме құрастырып жаз дейді. Тірек сөздер: 1991 жыл 2 қазан тұңғыш рет Байқоңыр ғарышкер Тоқтар Әубәкіров ғарыш айлағы ұшты, әйгілі болды. Енді осыны түзеп жазайық балалар. Яғни тірек сөздерді пайдалана отырып, тұңғыш қазақ ғарышкері тақырыбында әңгіме құрастырып көрейік. Тұңғыш қазақ ғарышкері. 1991 жылы 2 қазанда тұңғыш рет Байқоңыр ғарыш айлағынан Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Осыдан кейін Тоқтар Әубәкіров әйгілі ғарышкер болды. Бізге қосымша тапсырма берілген. Қазақстан ғарышкерлері туралы дерек көздерден біліп ал дейді. Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы 2 қазанда Байқоңырдан ғарышқа ұшып, қазанның 10-ында жерге қайтып қонды. Ол қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер. Талғат Мұсабаев қазақтың 2-ші, ал әлемнің 309-шы ғарышқа 3 рет ұшқан ғарышкері. Айдын Айымбетов 2015 жылғы 2 қыркүйекте ғарышқа ұшып, 3-ші қазақ ғарышкері атанды. Келесі бізде 44-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, мақалдарды көшіріп жаз дейді. Керекті сөздер берілген, бізге оздырады, тоймайды, аздырады деген. Осыны 2 мақалға бөліп орындарына қоямыз, Жалқаулық аздырады, үтір, еңбек оздырады. 2 мақал: ақылды білімге тоймайды. Тура осылай етіп балалар дәптерге көшіреміз. Келесі тапсырма бізде 45-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Кестеде берілген тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екенін дәлелде дейді. Бізге тұжырымдар берілген 3 тұжырым. 3 тұжырым, яғни соның немесе жоқ деп жоқ болатын болса, ол неге екенін дәлелдейміз. Бірінші, етістік заттың атын білдіретін сөз табы. Бұл жерде балалар жоқ болады, Неге? Өйткені етістік заттың қимылын және іс-әрекетін білдіреді. Келесі екіншісі бізде сұрақтары не істеді, қайтты, не қылды деген сұраққа жауап береді дейді. Бұл енді дұрыс болады. Өйткені етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап береді. Келесі үшіншісі. Балалар аулада ойнап жүр. Дана мен Мирас дойбы ойнап отыр. Мен де ойынға қосылдым. Мәтіндегі етістіктер: ойнап жүр, ойнап отыр, қосылдым. Бұл енді дұрыс, ойнап жүр, не істеп жүр? Яғни бұл жерде етістіктің сұрағына жауап бер. Қосылдым, не істедім, ойнап отыр, не істеп жатыр деген секілді. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар балалар. Сау болыңыздар.